Сонымен достар, бүгін үшбұрыштарға қатысты мини курстың 6-шы сабағы, соңғы сабақ. Жалпы осы сабақтар бойынша сұрақтарың болса, тақырып болсын, есептер болсын, сұрақтарың болса, комментарийға пікір қалдырып кетіңдер. Жалпы алдыда осындай мини курстар болады. Каналға жазылып, лайк басып, қоңырау қосып қоюды ұмытпаңдар. Сонымен бүгін іштей және сырттай сызылған шеңбер тақырыбы. Ал ендеше алдымен формулалармен танысып алайық. Міне үшбұрыш, іштей сызылған шеңбер және сырттай сызылған шеңбер. Осыларға қатысты формулалар бізде былай болады. Мысалы, мына үшбұрыш ABC қабырғаларын белгілейміз. Және осы іштей сызылған шеңбердің центрі үшбұрыштың бисектрисаларының қиылысу нүктесі болады. Және радиустары осы центрінен былай жүретін үш радиусы перпендикуляр жүргізіп, былай белгілеп қойсақ болады, радиус болады олар. Және осы радиустарды табу үшін біздер мынандай формулаларды қолданамыз. Ол ауданды жартылай периметрға бөлеміз. Жартылай периметр деген міне периметрді екіге бөлеміз, яғни үш қабырғасын қосып екіге бөлеміз. Сосын сырттай сызылған шеңбер радиусын үлкен әріптермен көбінесе белгілейміз. Оның центрі үшбұрыштың орта перпендикулярлары арқылы табылады. Оған қатысты көбінесе қолданатын формула мынау міне. R тең үш қабырғасын көбейтіп 4 еселенген ауданына бөлеміз. Қазір барлығын есеп барысында көреміз. Сонымен бірінші есеп, қабырғалары AB тең BC тең 5 см, AC тең 6 см болып келетін үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Мына төбелерін ABC деп қояйық. AB тең BC болатын болса, онда мына екі қабырға бізде 5-ке тең ғой. Тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр, және AC табаны ол 6-ға тең. Мына центрінен төбесіне дейін жүргізілген кесінді ол радиус. Осы радиусы табуымыз керек, R деп қояйық, иә. Олай болатын болса, біздер сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып тұр, үлкен R әріпімен белгілеп қояйық. Енді іштей және сырттай болғандықтан R болатын болса, үлкен R болатын болса, ол сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Онда біздер мына формуланы қолданамыз. A көбейтілген B көбейтілген C бөлінген 4S дейміз. Енді үш қабырғасы бізде белгілі, ол 5 көбейтілген 5 көбейтілген 6 және бөлінген 4 көбейтеміз S аудан. Енді үш қабырғасы белгілі болса, ауданын қалай табамыз үшбұрыштың? Ол үшінші тақырыбымызда толығымен үшбұрыштың ауданы тақырыбында қарастырылған. Егер үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі болса, оны Герон формуласымен табамыз. Ол былай болады: P көбейтілген P минус A, P минус B және P минус C. Түбірдің астында P деген жартылай периметр, яғни үш қабырғасын қосып екіге бөлеміз. Мына жерге бірден таба салайық. Ол 5 қосылған 5 қосылған 6 бөлінген 2 тең болады 8. Олай болатын болса, мына жерінде жалғастырып жіберейік бірден. P деген жаңағы жартылай периметріміз 8. Ары қарай P азайтылған A қабырғасын азайтамыз. Бірінші қабырғасы мысалы бізде 5. 8-ден 5 азайтсақ 3, екінші қабырғасы да 5, 3 болады. Сосын үшінші қабырғасын азайтамыз 6-ны, 2 болады. Түбірдің астында тең. Енді тиім тәсілмен 8-ге 2-ні көбейтсек 16, 3-ге 3-ті көбейтсек 9. 9 бен 16-ны түбір астынан алсақ, 4 көбейтілген 3 болады. Ол 12-ге тең. Сонда ауданын мына жерге 12-ге тең деп жазамыз. Ары қарай бірден қысқартайық. 6 мен 12-ні қысқартамыз. Мұнда 1, мұнда 2 болады. 25 бөлінген 8. Сонда сырттай сызылған шеңбердің радиусы 8-ден 25 болады. ABC үшбұрышы шеңберге іштей сызылған, оған сәйкес центрлік бұрыш 88 градус, ABC бұрышын табыңдар. Міне ABC төбесін белгілейміз. ABC бұрышы болатын болса, мына бұрыш болады. 88 ол центрлік бұрыш. Егер мына центріне былай радиус жүргізетін болсақ, центрін O деп қояйық былай. Онда AOC деген центрлік бұрыш болады. Ол 88 ме? 88 градус. Центрлік бұрыш және ішкі бұрыш. Үшбұрышта центрлік және ішкі бұрыш деген болады, және олардың арасында мынандай қатынас болады. Оны да біздер алдыңғы сабағымызда қарастырып едік. 5-ші сабағымызда. Олардың арасында мынандай қатынас бар. Ішкі бұрыш центрлік бұрыштан 2 есе кіші болады. Сонда мына ішкі бұрыш бізде 44 градус болады. Осылай оңай шығады бұл есеп. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері 6 см, 8 см. Үшбұрыштың сырттай және іштей сызылған шеңберлер диаметрінің айырмасын табыңыз дейді. Мына қабырғаны біздер 6 деп қояйық, мынаны 8 деп қояйық. Және бұл жерде тік бұрыш үшбұрыш болғандықтан мына гипотенузаны бірден тауып алсақ болады. Оны Пифагор теоремасы арқылы тапсақ болады.
6 квадрат қосылған 8 квадрат тең болады. Енді мына қабырғаның мына төбелерін ыңғайланып белгілей алайықшы қазір А, Б, С деп. Мұнда мына жерде АС тең дейміз да, түбірдің астынан алайық бірден. 36 қосылған 64 тең 100 түбірдің астынан 10 болады. Сонда мына гипотенуза АС 10-ға тең болады. Бұл жерде мына нәрсені байқауымыз керек. Тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы ол гипотенузаның жартысы. Яғни мынау гипотенуза ол диаметр. Мынау центр О болса, онда ОС радиус. Жаңа біздер АС-ны 10 дедік қой, онда радиус бізде жартысына тең, яғни 5-ге тең. Сонда біздер сырттай сызылған шеңбердің радиусын таптық деп есептейміз, 5 см. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусы қалды. Оған біздер мына формуланы қолданамыз. Бағана басында біздер мынандай формуланы жаздық. S бөлінген P. Ал P деген ол жартылай периметр. Ол үшін біздер алдымен ауданын табуымыз керек. Ауданын тағы да былай табамыз. Сырттай мына жерде екі катета берілген. Біреуі бізде табаны болып есептелінеді, біреуі биіктігі болып есептелінеді. Егер міне былай сызатын болсақ, табаны 6, биіктігі 8 деп алсақ болады. Сонда тағы да еске түсірейік үшінші сабақтан. 2-ден 1 көбейтілген табаны және биіктігі 8. Сосын периметр бізде ол үш қабырғасының жартысы. 6 қосылған 8 қосылған 10 және оны міндетті түрде 2-ге бөлеміз. Тең болады. 6 мен 2 қысқарады, 3 болады. 3-ке 8-ді көбейтсек 24. Бөлеміз. 6 қосылған 8 қосылған 10 болады 24. 24-ті 2-ге бөлеміз. Сонда 24 бөлінген 12 тең болады 2. Сонда іштей сызылған шеңбердің радиусы 2 см болады. Енді бізге олардың айырмасын тап деді. Радиус азайтамыз. Радиус, яғни сырттай сызылған шеңбердің радиусын азайтамыз, іштей сызылған шеңбердің радиусы. Тең болады 5 азайтылған 2 тең 3. Осылай табылады бұл есеп, осылай шешіледі. Келесі, шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз. Мына жерге сол бір шеңбер, бірақ мына фигураларды бөлек-бөлек мына жерге сызып дайындап қойдым, ыңғайлы болсын деп. Сонымен шеңбердің ішінде периметрі дұрыс үшбұрыш, периметр 54 дұрыс үшбұрыш болатын болса, оның қабырғалардың барлығы бір-біріне тең. Бірден қабырғасын тауып алайық. Қабырғалар енді өзара тең болғандықтан біздер 54-ті 3-ке бөлеміз. Периметр 3-ке бөлсек, онда 18 болады. Сонда әр қабырғасы 18-ге тең. Ал енді бұл жерде біздер радиус арқылы шешеміз. Олай болатын болса, біздер мына жерде қазір радиусын табуымыз керек. Мына радиусты. Сол радиус мына жердегі сол радиус болады. Олай болатын болса, сырттай сызылған шеңбердің радиусы болып тұр ғой бұл. Оны табу үшін біздер мына формуланы қолданамыз. R тең A көбейтілген B көбейтілген C бөлінген 4 еселенген аудан. Енді сырттай сызылған шеңбердің үшбұрыштың бізде барлық қабырғаларын білеміз. Олар 18 көбейтілген 18 көбейтілген 18 дейміз да, бірден астына 4 көбейтілген. Ал енді ауданын табу керек. Мына үшбұрыштың ауданын табу керек. Оны біздер тағы да енді бұл тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан бізге қазір біздер басқа формуланы қолданамыз. Герон формуласын қолданбай ақ қояйық. Әйтпесе бізде үш қабырғасы да белгілі ғой. Бірақ бұл жерде біздер басқа формуланы қолданайық. Мынау тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан бұрыштары да өзара тең ғой бұның барлығы. 60 градустан болады барлығы. Енді екі қабырғасы және оның арасындағы мына бұрыш белгілі болса, онда біздер мына формуланы қолданамыз. Мен мына жерге бірден жаза салайын сол формуланы. Міне мына ауданның формуласы мен мына жерге бірден жазамын. 2-ден 1 көбейтілген 2 қабырға және оның арасындағы бұрыштың синусы. Синус 60 градус дейміз. Сонда мына жерден бірден кетеді. 18 мен 18 қысқарады, мына 18 мен 18 қысқарады. Сосын 4 пен 2-ні қысқартамыз, мына жерде 2 болып қалады. Қалған көшіріп алайық. 18 бөлінген 2 көбейтілген синус 60, ол түбір асты 3 бөлінген 2. Мына екілер қысқарады, сонда 18 бөлінген түбір асты 3 болады. Иррационалдықтан бірден құтылайық. Мына жерде алымында бөлімінде түбір асты 3-ге көбейтейік. Сонда 18 түбір асты 3 бөлінген 3 болады. Мына 18 мен 3-ті қысқартып жіберейік. Сонда мына жерге мен жауабын жазып қояйын бірден. 6 түбір асты 3 болып тұр радиусы. Міне сырттай сызылған шеңбердің радиусы 6 түбір асты 3. Сонда мынау 6 түбір асты 3. Мынау да 6 түбір асты 3. Сол радиус. Енді осы шеңберге ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз. Мына қабырғаны табу үшін біздер мына жерде тағы бір радиус жүргізейік. Сонда біздер квадраттың ішінде мына диагональ ғой, ары қарай бүйтіп жалғастырсаңдар, мына диагональ
диагоналдары қақ бөлінеді және бөлінген диагоналдары қақ бөлініп және 90 градус арқылы 90 градус құрап қақ бөлінеді. Сонда мынау да 6 түбірасты 3 болады. Олай болатын болса, мына А деп қояйық қабырғасын. Пифагор теоремасы арқылы тапсаңдар да болады. Онда А квадрат дейміз да, мына 2 катеттің квадратының қосындысына теңестіреміз. 6 түбірасты 3-тің квадраты қосылған 6 түбірасты 3-тің квадраты дейміз. Міне осылай гипотенузаны Аны Пифагор теоремасы арқылы табамыз. А квадрат тең 36 көбейтілген 3 қосылған 36 көбейтілген 3. Енді бұл жерде қысқаша жазатын болсақ, былай болады. 36 көбейтілген 6. Аны табу үшін түбір астынан аламыз. А тең 36 түбірдің астынан шығып кетеді, 6 болады да. Ал бір 6 қалып қояды. Сонда қабырғасы квадраттың 6 түбір асты 6 болады. Бірақ бізге оның периметрін табуымыз керек. Онда P тең дейміз. Квадраттың бізде 4 қабырғасы бар, сондықтан қабырғалардың қосындысы, яғни периметр табу үшін 4-ке көбейтеміз. 24 түбір асты 6. Осылай шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін осылай табамыз. Келесі. АБ тең 6 дейді. Онда АБЦ үшбұрышының ауданын табыңыз. Мына жерде мына ОД 4-ке тең деп тұр міне мына. АБ 6-ға тең болатын болса, мына табаны 6-ға тең. Мынаны 3 деп қояйық, мынаны 3 деп қояйық. Енді бұл тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Төбесінен табанына биіктік түсірілген, бірақ тең бүйірлі үшбұрышта ол әрі биіктік болады, әрі медиана, әрі бисектриса болады. Сондықтан мына жерден біздер оны қақ бөлді деп 3 деп белгілеп қойсақ болады. Сосын ауданын табу үшін үшбұрыштың біздер мына нәрсені алдымен түсініп алуымыз керек. Мына О деген үшбұрыштың центрі болып тұр. Осы жерде мына Б төбесіне кесінді жіберсек, ол радиусы болады. Бір жағынан, екінші жағынан ОС да радиус, міне мынау да радиус болады. Сонда үшбұрыштың жалпы ауданын табу үшін міне біздер қазір мына нәрсені білуіміз керек. Ол формула бойынша 2-ден 1 табаны АБ көбейтілген биіктігі CD міне формуласы. 2-ден 1 көбейтілген АБ табаны 6 ғой берілген, иә. Ал CD-ны біздер білмейміз. CD-ны табу үшін міне біздер мына бөлігі ғана бар 4 деген. Ал екінші бөлігі С ол радиус болып тұр. Сондықтан мына үшбұрыш арқылы біздер қазір табамыз. Мына үшбұрыш арқылы. Мен мына жерге оны бөлік тағы да сызып қояйын сол үшбұрышты. О, мына жер Д, мына жер Б. Ол тікбұрыш үшбұрыш болып тұр. Мына жер 4, мына жер 3 болып тұр. Сонда бұл гипотенузаны табу керек болып тұр ғой бізге. Гипотенузаны табу үшін міне ОБ квадрат Пифагор теоремасы арқылы 4 квадрат қосылған 3 квадрат дейміз. Немесе Пифагор үштігі бойынша сендер оны жаттап алсаңдар да болады, 3, 4, 5 деп. Егер 2 катеті 3 және 4 болатын болса, онда гипотенуза міндетті түрде ол 5-ке тең болады. Пифагор үштігі дейді оны. 16 қосылған 9, енді мен мына жерге жаза салайын. 25 түбірдің астынан 5. Міне осылай 5 болады. Сонда радиус мынау 5-ке тең, онда мынау да 5-ке тең дейміз CO-ны. Сонда мына жерге так, CO мына жерге мен CD деп қойдым ба жаңа? Иә, CO, сосын CD ғой бізде. CD-ны табу үшін біздер жаңағы 4 деген кесіндіні жаңағы радиус 5-ке қосамыз, сонда CD бізде 9-ға тең болады. Мына жерге көбейту 9 деп жалғастырамыз да. 6 мен 2-ні қысқартамыз 1 болады, мына жер 3 болады, сөйтіп үшбұрыштың ауданы 27 дейміз. АБЦ үшбұрыштың ауданы 27 болады, достар. Келесі. Мынандай үшбұрыш берілген. АБЦ деген ішінде шеңбер бар, және мына бөлігі, мына жер енді Д деген жанайтын жері, жанап өтетін жері, мына жерде және мына жерде жанап өтеді. Жалпы мынандай нәрсені біздер білуіміз керек. Мына жерде біз АБЦ-ның периметрін табуымыз керек. Енді бір қабырғасы АБ белгілі 34 болып тұр міне. Енді мынаны бізге бекер бермеген 24, 10 деп. Біздер шеңбердің сыртынан кез келген жерден бір нүкте алып оған екі жағына жүргізе аламыз жалпы біздер. Сонда міне бір жағынан мына BD болып тұр, BD кесіндісі, және мына жерге мен белгілеп қойын. КН деп қоямын мына жерге. БК мен БД тең өзара. Мынау да 10 болады. Қай жағынан жүргізбеңдер, жанап өтетін болатын болса, қандай нүкте алып, екі жанама жүргізесіңдер, осы жанап тұрған жағына тиіп тұрған нүктесіне дейінгі қашықтық тең болады. Мына жерде мынау да 24-ке тең болады. Мына АН мен АД, ол да 24-ке тең болады. Мына жерде СН мен СК да өзара тең. Мынау өзара тең болады. Мен X деп қойын осыларды. Сонда бізге тек осы X-ті тапсақ қазір, сонда 24-ке X-ті қоса саламыз, сосын 10 ғана X-ті қоса саламыз да барлық қабырғасын тауып, сосын қоса салсақ периметрін табамыз. Ол үшін біздер енді мына нәрсені қолданамыз. Мына жерде тік бұрыш екенін көріп тұрмыз мынаны. Бұлай болатын болса Пифагор теоремасын қолданамыз. Мына AC қабырғасы 24 қосылған X болып тұр.
BC қабырғасы 10 қосылған X болып тұр. AB қабырғасы жаңа айттық біздер 34 болып тұр. Олай болатын болса, мына AC мен BC екі катет. AC квадрат қосылған BC квадрат тең болады AB квадрат. Міне осы формулаға саламыз. 24 қосылған X квадрат қосылған 10 қосылған X-тің квадраты тең болады 34 квадрат. Болды, арғарай теңдеу шығарамыз. Жақшаны ашамыз. 24-тің квадраты 576 қосылған 2 еселенген 24 пен X 48X болады. Және қосылған X-тің квадраты. Қосылған 10-ның квадраты 100. Қосылған 2 еселенген ол 20X болады. Қосылған X квадрат. Тең болады 34 квадрат. 34 квадратты енді біздер 1156 деп жазамыз. Сосын X квадрат пен X квадратты қосатын болсақ 2X квадрат болады. 48X пен 20X қосатын болсақ 68X болады. Сосын 576 қосылған 676 болады. Оны енді қазір былай істейікші. 1056 минус 676. Мына жаққа өткізсек. Сосын азайтамыз қазір. 2X квадрат қосылған 68X тең. Мына жерге мен азайта салайын. 676 тең болады 0. Мына жақта 8. 480 болады. Оны мына жаққа өткізсек, минус 480 тең 0. Енді барлығын 2-ге бөлейік мына жерде ыңғайлы болу үшін бізге. X квадрат қосылған 34X минус 240 тең болады 0. Енді кәдімгі дискриминант арқылы шығарамыз. 34-тің квадраты қосамыз 4 көбейтілген 240. Енді минус 240 болғандықтан оны біздер қосып жібереміз. Сосын тең астына жалғастырайық. 34156 қосылған 960 тең болады. 1156-ға 960 қоссақ 216. 2116. Бұл бізде нешеді? Ары қарай X бір тең болады минус 34 қосылған түбірасты 2116, ол 46 болады. 2-ге бөлеміз, тең. Мына жерде 8, 8-ді 2-ге бөлетін болсақ, 4 болады. Енді екінші сан, ол теріс сан болады ғой. Минус 34, минус 46, оны шығармай қойсақ та болады. Өйткені қабырғасы бізде теріс сан бола алмайды. Сондықтан оны шығармаймыз. X 4-ге тең екен мына жерде. Мынау 4-ге тең мына кусок. Олай болатын болса, мына жерде бірден жазып шығайық. 24 қосылған 4. AC қабырғасы 28, 14 және 34. Сөйтіп периметрін табамыз біздер. Мына 3 қабырғасының қосындысы ол бізде периметрге тең. 28 қосылған 14 қосылған 34. Тең мына жерде 44 болады. Сөйтіп 72. ABC үшбұрышының периметрі 72 болады. LME бұрыштарын табыңыз дейді. Мына жерде LM 108. Мына доға 108 градус дейді. Доға деген сөз мынау 108 градус деген ғой. Бағана бізде осындай есеп болды ғой. Ішкі бұрыш және центрлік бұрыш деген. LOM центрлік бұрыш болып тұр. Ол ішкі бұрыштан 2 есе үлкен. Сондықтан ол 54 болатын. Е бұрышын таптық. Енді тең берілу бұрыш екенін мына жерге көрсетіліп қойған. Сондықтан LM бұрыштары өзара тең. Олай болатын болса, кез келген бұрыштың ішкі бұрыштары бізде 180 градус болатын болса, 180 азайтылған 54 градус дейміз. Ол 126 градус болады. 126 градус енді 2-ге бөлеміз. Ол 63 градус болады. Сонда әрқайсысы мыналардың 63 градустан болады. Осылай LME бұрыштарын табамыз. L бұрышы тең болады M бұрышына, тең болады 63 градус. Сосын E бұрышы тең 54 градус. KE нешеге тең дейді? KE-ні табу үшін мына жерде мына нәрсені байқайық. Шеңбердің ішінде тең қабырғалы үшбұрыш және радиусы 5-ге тең дейді. Олай болатын болса, біздер мына жерден тағы бір радиус қазір жүргізейік. Мынаны 5 деп қояйық. Ал енді бұл жерде мына нәрсені қолдансақ та болады біздер. Алдымен радиусты табу үшін, KE-ні табу үшін қабырғаны мына бұрышты біліп алайық. Тең қабырғалы үшбұрыштың ішкі бұрыштары ол 60 градус, әрқайсысы 60 градустан болады. Сосын мына ішкі бұрыш болатын болса, центр әйтпесе біздер мына формуланы қолдансақ болады негізі. Радиус тең А көбейту Б көбейту С, бағана біз өзіміздің формула бар ғой.
радиус пен қабырға және ауданына қатысты. Сосын S дейміз мына жерге. Осы жерде осы жолмен қазір бір көрейік, осы жеңіл болатын сияқты. А, Б, С деген ол үш қабырғасы негізі. Сонда мына форманы ары қарай жалғастыратын болсақ, ол А көбейту А болады. Өйткені үш қабырғасы тең ғой. Бөлінген, 4 көбейтілген. Енді қарайық. Мына жерде мына қабырғаларын А деп қойсақ. Бағана бізде мынандай формула жаздық. Үшбұрыштың ауданының формуласы. Үшінші сабақта біздер жазып едік. Екінші формула ол жерде былай: 2-ден 1 көбейтілген 2 қабырға және оның арасындағы бұрыштың синусына көбейтеміз. 2 қабырға міне А және А дейміз, 2 қабырғаны. Оның арасындағы бұрыш 60 градус. Міне біздер жаздық оны. Сөйтіп мына А мен мына А қысқарады, мына А мен мына А қысқарады. 4 пен 2 қысқарады да, сонда 2 алып қояды. Қайтадан көшіретін болсақ, енді бірақ мына радиустың орнына біздер уже 5-ті жазамыз. Сосын мына қабырға А, сосын мына жерде 2 қалып қойды. Сосын синус 60 градус, ол түбірасты 3 бөлінген 2. Мына 2 мен 2 қысқарады. Сонда не қалды? Сонда 5 тең А бөлінген түбірасты 3. Енді бұл жерден А-ны оп-оңай табамыз. Ол 5 көбейтілген түбірасты 3 болады. Сонда КЕ бізде 5 түбірасты 3 болады. Осы формула арқылы оңай табылады екен. Негізі косинустар теоремасы арқылы тапсақ болады. Ол кезде бірақ біздің тақырып мына формулаға қатысты болғандықтан біздер осы формула арқылы шығардық. АО тең 20, БЦ нешеге тең дейді? Так, АО бізде мына Адан центріне дейін жүргізілген қашықтық. Олай болатын болса, біздер былай істейік қазір. Мына жаныма тиіп тұрған жеріне дейінгі қашықтық радиус болады, тікбұрыш. Мына жерде де тікбұрыш болады. Сосын мына бізде 60 градус бұрышын қақ бөліп тұр ғой, АО кесіндісі. Ол бізде қақ бөлсе, онда 30 градус мына жер болады да, мына жер бізде 60 градус болады, мына жер 90. Ары қарай. Енді мынау бізде 20-ға тең. Олай болатын болса, тік бұрышты үш бұрышта, мен К деп қойын мына жер. АОК деген тік бұрышты үш бұрыш болып тұр. 30 градусқа қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысы. Гипотенуза бізде осы АО болып тұр. АО гипотенуза болып тұр. Ал 30 градусқа қарсы жатқан катет ол КО, мынау радиус. Шеңбердің радиусы осы 30 градусқа қарсы жатыр. Ол гипотенузаның жартысы 10 болады. Мынау да 10 болады онда. Сонда ары қарай біздер АК-ны таба аламыз. Пифагор теоремасы арқылы табатын болсақ, мен мына жерге жазамын. АК квадрат тең болады АО квадрат минус ОК квадрат. Сонда АК квадрат тең болады АО ол 20 квадрат минус 10 квадрат. Ары қарай АК тең түбірдің астында 400 азайтамыз 100. Сонда түбірасты 300 болады. Ол 100 көбейтілген 3. 100 түбірастынан 10 болады да, ана түбірастынан 3 қалып қояды. Мына жерге мен 10 түбірасты 3 деп қояйын. Енді мына жерден тағы бір радиус жүргізетін болсақ, СК бізде 10-ға тең болады. Сонда мына АС қабырғасы 10 қосылған 10 түбірасты 3 болып тұр достарым. Енді мына 60 градус мына бұрыш, мына 90 градус, онда мына жер 30 градус болады. Олай болатын болса, тік бұрышты үшбұрышта бізде тригонометриялық қатынастар арқылы қазір Б, С-ны тауып аламыз. Мына белгілі ғой, мына катеті, екінші катетін біздер онда тангенсті қолдану арқылы шығарамыз. Тангенс 30 градус дейміз, тең. Тангенс деген ол қарсы, осы 30 градусқа қарсы жатқан катет пен іргелес жатқан катеттің қатынасы. Яғни АС бөлінген БС формуласын осылай жазатын болсақ, толық жазатын болсақ осылай болады. Ал сосын барып біздер бұл жерден БС-ны шығарып алайық қазір. БС, осы жерден БС-ны шығарып алатын болсақ, ол АС бөлінген тангенс 30 градус. Ал тангенс 30 градус нешеге тең? БС, ары қарай жалғастырайық. АС-ның орнына біздер 10 қосылған 10 түбірасты 3 дейміз да. Ал тангенс 30 градус, ол түбірасты 3 бөлінген 3. Енді мына бөлімі бізде үстіне кетеді, үстіне көбейтіп жібереміз. Сонда 30 қосылған 30 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 3. Енді иррационалдықтан құтылу керек бізге міндетті түрде. Сонда алымын бөлімін түбірасты 3-ге көбейтеміз. Олай болатын болса, астында 30 қосылған 30 түбірасты 3. Жақшаның ішіне алсақ, түбірасты 3. Ал астында біздер түбірасты 3 пен түбірасты 3 көбейтсек, ол 3 болады. Енді мына жерді қысқарту керек әдемілеп бізде. Жақшаны ашып, қазір 30-ды шығарып жақшаның сыртына, 30-ды жақшаның сыртына шығарсақ, ал түбірасты жарайды 30-ды шығарайық жақшаның сыртына, онда 1 қосылған түбірасты 3. Қазір мына жерде түсінікті болу үшін мен асықпай
жазайын. Мына түбірасты 3 орында тұр. Мына 3 бөлімде 30 мен 3 қысқарады, 1 болады, мына жерде 10 болады. Сосын түбірасты 3-ті түбірасты 3-ге көбейтеміз және 1-ге көбейтеміз. 10, сосын түбірасты 3-ті 1-ге көбейтсек, ол түбірасты 3-тің өзі болады. Және түбірасты 3-ті түбірасты 3-ге көбейтсек, ол түбірасты 3-тің квадраты, ол 3 болады. Міне осылай қалады. Осылай қалдырсаңдар болады, немесе қайтадан жақшаны ашсаңдар, онда 10-ды 3-ге көбейтсеңдер 30 болады да, 10-ды түбірасты 3-ге көбейтсеңдер 10 түбірасты 3 болады. Міне осылай қалады жауап. Сонда мына BC катеті 30 қосылған 10 түбірасты 3-ге тең болады екен. Енді осылай аздап ұзақтау есе, бірақ шешімі осылай болады. Сонымен достар, есептер бойынша сұрақтар болса, комментарийға пікір қалдырып кетіңдер. Осыған ұқсаған мини курстар бізде әлі де болады. Каналға тіркеліңдер, пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңдар.